малдың қандай түрімен айналысқан дұрыс? Қой дұрыс па, сиыр дұрыс па, әлде жылқы дұрыс па? Батыста вообще түйемен айналысатындар бар. Егер де сізге қолма-қол ақша керек болатын болса, тез сатып, тез пайда тартқыңыз келсе, онда қоймен айналысыңыз. Егер де сіз қоймен айналысатын болсаңыз, оны құрттауға жазда, оны қырқуға 2 рет. Оңтүстік өңірде мысалға әр жақта әртүрлі, мысалы қойды қырқуға, оның асын тазалауға, қиын оюға дайын болыңыз. Үнемі қойдың артына бір адам салып қоюыңыз керек. Егер де сізге еркіндік керек болатын болса, жылқы ұстасаңыз болады, жылқыны жібересіз, бірақ айғырдың мойнына GPS алып, ара-тұра онда қарап бақылап отырыңыз. Бақпасаң мал қолда тұрмайды, достар. Ал егер де сіздерді кәдімгідей кәсіп, таңмен оянып, кешпен жатып, кәдімгі қызған жұмыс керек болатын болса, қомақты қаржы керек болатын болса, әрине ірі қара ғой. Мен өзім ірі қараны жақсы көремін. Ақшаның бәрі ірі қарада деп ойлаймын. Әлемнің бәрі қазір ірі қарамен айналысуды қолға алған. Сондықтан да ол әркімнің өзінің табиғатына байланысты. Қазақ дана ғой. Момын адамға қазақ кезінде жылқы баққан, жынды балаға қой баққызған. Басу үшін, өзіңіздің табиғатыңызға қайсы жақын, сонымен айналысыңыз. Сиырға мысалға қора-қопсық керек, қойға да солай, ал жылқы далада ғой енді әдетте. Сау болыңыздар.